Дерика, ты же говорил насчет абсолютной морали в тот раз. Сен айттың ғой. Эрик Фромм в своей книге «Бегство от свободы». Нет, Эрик Фромм в своей книге «Самостен» кітабе, психоаналитик известный, у него 5 томов есть, говорит, что прошлые поколения, когда вспомогательный инструмент жүгінген кезде, пергамент, қағаз деген секілді, память у них начала стираться, потому что они комфортқа үйреніп кеткен. И кісілерді физически тоже отставай, потому что біз комфортты өмір сүреміз. Не туралы айтып отыр едің, Дарын? Жаттау қабілеттерін. Жаттау қабілеттерін өз заманында, қайталап айтамын, өз заманында біз ұмытып қалдық дейтін сахабалар болған. Сен енді жаңағы айтып отырған баяғы заманда күшті жаттаған, қазір күшті жаттай алмайды деген нәрсең қалды ғой жайында. Енді жаттай алмайтындарға сол үшін определенный условиялар қойылды ғой. Мынау не особо доверительно. Мынау мункар отвергаемый. Мынау даиф. Ну это же постфактум. Постфактум. Халифат кезінде 11 ғасырдан бастап па ойбай категоризациялар қойып тастап, как кімдердікі еді анау мутазалиты. Вот солардың олар қателескенін білем, типа Аллаға мекен бермеу керек, бәлен түген деп айтқандары бар. Но олар вообще діннің философиялық тұрғыдағы обоснованиясын, аргументациясын жинақтағандар солар болған басында. Но их отвергли, потому что их было мало. И олар негізгі ақидасын... Не только они. Ну, не только они, да. Негізгі ақидасына олар сай келмеді. Но они все это собирали. Енді қараш, Дарын. Философия қаламды кім сонда шығарды? Мухаммед аль-Бақилани шығар, самый ранний? Нет. Ашари там был, который. Да, мен оған не углублялся, если честно. Хорошо, Дарын. Енді мотозилиттер ғана емес қой, брат. Жоқ, Дарын, мен саған қандай тайка айттым? Сахабалардың өздері де біз ұмытып қалдық дейді. Немесе тіпті уайымдап отырып былай айтады. Біз мына аяттың оқылғанын білеміз пайғамбардың заманында. Қазір оны көрмейміз Құраннан деп айтады. Мысалға, солардың ішінде Айшадан жеткен беді, риуаятын қайталап қарай салу керек. Онда айтылады, 10 известных кормлений дейді. Потом оны 5-ке азайтқан дейді. Вот скажи тогда, Бухаридың талабына сәйкес келіп тұр ма даже осы нәрсе? Ол аят мынандай қара. Ол аят насық болған аяттар бар. Былайша айтқанда упразднение болған. Ол жайлы тіпті Құранда аят. Упразднение болмаған өмір. Онда оның орнына басқа аятты алып кел. Алла тағала айтқан Құранда, біз бір аятпен алмастырамыз деген. Енді осы аят қайда? Жоқ, ол шартты түрде емес. Оны алып тастаймыз, оны жоямыз, немесе оның орнына одан жақсысын жібереміз делінген. Жақсысы қайда сол? Енді жақсы шарт емес қой. Оның орнына 5 алып келді, 5 туралы бар ма? 5 известных кормлений. Таспоран аяты болған. Раджм аяты, одан кейін жаңа кормление груди, одан кейін ішімдік туралы болған. Ол жерде насық, былайша айтқанда упразднение болған. Ішімдікке жүгірме, ішімдікті білеміз біз. Ол бірте-бірте жойған. Енді қарасаң, 5 известных кормлениеге дейін ауысты. Енді оның орнына оны либо упразднять ететін, либо оны жалғайтын, немесе одан жақсы бір аят түсу керек еді. Бірақ ол туралы аят жоқ Құранда. Енді упразднение деген уже отмена деген сөз ғой? Жоқ, оның орнына бір аят келтіреміз дейді. Ол шартты түрде орнына аят келтіреміз деген жоқ ау деймін ол жерде. Ойбай, бір аятпен жақсы, более жақсы аятын алып келеміз дейді. Немесе деп айтылған. Немесе орнына жақсы аятты жібереміз делінген. Но упразднение, жоққа шығару жасаймыз деген жоқ ол жерде. Құранның аятын ашып көре салшы, сен ғой дінге сенетін. Қазір көрейікші қазір. Упразднение деген нәрсе жоқ. Онда дарын деген қазір ойбай шырқырайды ғой. Мораль өзгере ма не деп. Өзгереді ғой. Онда өзгеретін мораль қалай ақиқат болады, айта ғой. Сен де бізге айттың ғой алдында, дәстүрің өзгере ма, сенің адамның моралі өзгере ма, онда ол ақиқат емес. Онда ол объективный ақиқат емес дедің ғой алдында. Жоқ, өзгермейтін статический мораль это в последнем откровении. Фуркан, исламда. А до этого бірнеше раз өзгерген. Я не об этом, я о том, что... Не, Фуркан деген ол Құран өтірік, давай словами не играйся. Білем ғой енді Құран екен. И что? Фуркан деген развлечение, различающее. И вот в названии Корана, Фуркана, мораль стала статичной. А до этого... Құранға дейін Құдайың не объективный мораль жіберген ғой адамдарға, иә? Смотрите, оларды аморальныйға өсірген ғой, былайша айтқан кезде. Жоқ. Когда не спасался Коран,
Вы думаете, они просто зачитывали? Есть 3 или 4 хадиса, где сказано, что любые аяты всегда записывались на верблюжьих шерстях и прочих. Поэтому они не могли ошибиться, по-любому. Енді смотри, сен Есть же айтып запись, тұрсың есть, до манускрипт құранда есть, к мораль примеру. өзгеретін болған деп, құдай өзгеретін мораль жіберіп отырған, сосын құранында уже өзгермейтін мораль жіберді деп. Потому что, конечно, потому что это он же объективно автор. Естественно, Бог решает. Иә, Бог решает. бізде Бірақ Бог до Құраны өмір сүрген адамдарды өзі адастырды, оларға дұрыс емес мораль жіберіп. Жоқ, адастырған емес, ол кезде ол дұрыс мораль болған. Потому что объективно Дұрыс мораль болса, Құдайда. дұрыс мораль болса Құранға кейінгі неге өзгеріп кетеді? Дарын, Маклауд, мен айта салайыншы. Дарын, ты тогда принимай, что бізде 7 ата дәстүрі бар, және оны біз ғылыммен бекітіп қойдық, и ол өзгермейтін соңғы керемет мораль. Принимай давай. Зачем это Жоқ, ваша бұл жерде призма? мынандай нәрсе да, айтып жіберейінші, қараңыздар. Стоп. Условияға сай говорю. келіп тұр, Дарын. Принимай давай. Неге условия советую? Я говорю, что объективную, то есть мораль, Бог, изначально, естественно, она была изменчива. Мысалға, Адам мен Хауа инцест арқылы таралған. Сол кезде инцест нормально болды. Бог был изменчивым же. Сейчас она... Да, бізде де дәстүр изменчивый болды. Давай келсейік осыған. Келісіп отырмын. Қазіргі 7 ата туралы түсінігіміз уже соңғы. Давай қабылда осыны. Сенің условияңа сай келіп тұр ғой. Нет, сенің условия, это твоя призма, твои убеждения. О моем Сенің условияңа айтып отырмын мен. Нет, Это вообще не моя позиция. Нет, зачем ты ее Мен наоборот, менің позициям, чтоб ты знал, өзгеретін нәрсе ғана мораль бола алады. Менің позициям. Почему? Потому что біз өзгеру адамның табиғатында бар нәрсе. Адамның өзі өзгереді. Бала кезінен есеюі де, оның физиологиялық, психологиялық, ақыли түсініктерінің бәрі өзгермелі келеді. Онда өзгермелі мораль жамандыққа келеді ғой. Не всегда же положительные черты выявляются на это. Ну, құдайыңа қарсы тіл тигізбе. Жаңада құдайың өзгерді ғой. Өзгермелі моральді құдай жіберетін болса, тоже жаманды Я жаман дей алмайсың ғой. Иә? Қалай табыр ет? Інжілді түсіргенде Құдай жамандықты алып келген. Жаман моральды берген. Жоқ. Мораль была установлена на определенное время в определенные условия, которые соответствовали в то время. А сейчас она не соответствует. А ты можешь это доказать Құраном? Конечно. Какие аяты? А что именно тебе нужно? Сен қазір Құранмен, аяттармен Інжілді өзгерткен деп дәлел алып келетін болсаң, сен тәпсірін ашамыз да, сенің сөзің өтірік екенін дәлелдеп беремін. То есть мне нужно доказать, что Инжил өзгерген. Інжілді Құранда өзгертілген деп жазылғанын алып келуің керек. Онда аятта толып ғой. Жоқ, Дарын, давай. Қай аятты айтасың? Хорошо. Аль-Майда, қазір бір минут. Так, қайсы еді ол? Черт, мен ағар тик-токты если сверну, она мне исчезнет, да? Так. Бір минут онда. Жоқ, бұл жерде сіздер мысалы мораль деп жатсыздар ғой. Естіліп жатыр ма? Майда. Құдайы каждый заманға сай өзгеріп отыратын мораль жіберетін болса, адамдардан ешқандай артықшылығы жоқ болып қалады ғой. Ақылтай. Вот, смотри, открываю. Аш, сура. Қайда мынау? Вот. Аш. 2.75 аш. Бақара 2.75. Осы жерде өзгерген деп айтып тұр. Вот мен оқып берейін ба? Ақылтайға. Ақылтай кәлима айтсаң жақсы болушы еді, жарайды. Так. Аль-Бақара 2.75. Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них, еврейские раввины, слышали слово Аллаха Таурат и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл? 2.75. Жауап бер, Ақылтай, давай, жауап бер. Теперь просто Құран емес, тафсир на шейх Абу Алия говорит, они взяли и изменили смысл неспосланного. Затем Ибн Зейд, это тафсир Ибн Касир, да, уже. Они слышали Таурат, затем изменили его. Затем тағандай. Все, в принципе, осы екі тафсир. Жетіп тұр.
Короче, өзгерді. Но я не про это. Я про то, что мораль ваша, если она изменчива в данный момент в современных условиях, да, то она только негатив тоже может принести, не только позитив. И бұл негатив тәсерін біз көріп отырмыз да, осы современном обществе. Мен даусым негатив неге алып естілмей деген тұр? Қазір Мен естіп тұр. бағанадан бері сөйлеп жатырмын ғой, сен неге өшіріп тастағансың ба мен даусымды? Жоқ, өшірген жоқ. Жо, сөйлей ғой. Дарын, қара. Енді сол жерде еврей раввиндері деген сөз жақша ішінде тұр ма? Я, әлбетте. Кім қосты оны? Это Кімнің аудармасы? В смысле? Кімнің Это аудармасы? толкование бар, бимағна деп аталады. Бимағна. Жоқ, дұрыс қой енді. Кімдікі ол? Мгм. Аударма. Да хоть Кулиевтікін открой. Или там Асадидікі наш. Жақшаның ішінде Прямой тұрған перевод. Құранның сөзі емес, Ақсай. бұл автордың қоспасы ғой, білесің. Не, Ничего себе, Құраннан тауып беремін деп алып. Ақылтай. Ребята, мынаны Құранды қарашы. мен просто так контекстен оқып алып үкім шығармаймын. Да, сен Құраннан тауып беремін Тәфсир деп керек. қазір аласың. Қазір оқып Енді беремін Құранды саған, қара. Қазір оқып беремін, Дарын, қара, тұра тұр. түсінгенде, естественно, бимағна контекстін түсіну керек та, тәфсирмен. И это будет методология правильная, ортодоксальная. А не сектантский просто оқып, каждый өзінің үкімін шығарса, бұл дұрыс болмайды. Дарын, Мынандай қараңдаршы. ты Ақылтай. докажи, что там про Аяттардың- Писание. Алло. Подожди. Өмір. Аяттардың Хорошо. өзі Әй, өмір, Хорошо. тұра тұршы, мен Дарынмен сөйлесіп отырмын ғой. Хорошо, Қазір мен- Ақылтай. Ашып отырмын. Мгм. Хорошо, еще раз. Давай. Аль-Қатада. Қатада деген білесің бе, кто вообще? Білмеймін. Қатада деп жазып жіберші, Аль-Қатада деп. Айта берші, ол не депті? Жарайды. Қатада айтады, сознательно исказили, тафсир 2.75. Точнее, тафсир емес, это миназбабин нузуль деп аталады. Ас-сахихуль муснат миназбабин нузуль. Причина неспослания аятов деп аталады. Бұл методология, исламская методология, да? Құранды чтобы түсіну үшін біз, естественно, будем применять наш метод исламский. И в случае, Қатада айтады, сознательно исказили после того, как было неспослано. Относится к иудеям, которые Аллах не послал Тору. Абу Алия говорит уже, екінші миназбабин нузуль. Взяли, изменили. Затем тафсирден дашсақ, просто Ибн Касир дашсақ, Ибн Зайдтың сөз бар. Они слышали слово Аллаха, Ибн Касирді қарашы оқысайын тоже тұр. Они исказили слово Аллаха, Таурат, и изменили его. Относится к Таурате, то есть к Торе. Ибн Касирді қайталап оқыш? Ибн Зайд деген жерді тауыш. Ибн Зайд сказал деген жерді. Ибн Касир ішінде. Қай сайттан қарап отырсың? Құран онлайн ба? 2.75. Жоқ, Құран онлайн сайтынан қарап отырсың ба? Бұл жерде толық берілмейді да Ибн Касирдің кім несі? ардақ Тәфсирі. Онда Бидая ва Нихая деп Ей, деші. тұра тұршы, Бидая ва Дарын. Нихая деп айтшы. мына именно 2.75-тің түсу себебі білесіңдер ме қандай? Именно 2.75-тің түсу себебі. Мынау бірінші еврейлерде бірінші Торада пайғамбарымыздың белгілері болады. Мұхаммед пайғамбардың белгілері болады. Одан кейін пайғамбарымызды живую көрген кезде сол белгілер алды да өзгертіп тастайды Торасына. Бұл сахих хадис. Ибн Аббастан келтірілген. Мынау аят соған байланысты түскен. Қоя сал. Конечно, искажение болды ғой. Бұл Онда жерде бүйтші, қарай, алдыңғы хорошо. писаниялар туралы ештеңе айтылмайды. Көке. Онда мына сүрені ашып жіберші. 5-ші аят. Ой, 5-ші сүре. Жоқ, тұра тұр. 3-ші аят. Осыны до конца оқимыз қазір. Хорошо, давай. Без проблем. 5. Так, қайсы дедім мен жаңа? К примеру, 5.14 деді. Христиан туралы айтылған. Жоқ, Мы взяли 2.75. Давай 2.75-ті до конца Ибн осы Касир жерде даш. бол. Ибн Қал Касир осы даш. жерде. Мен так, мынау табари. Так, Ибн Касирді ашамыз. Мгм. Аха. Қай жерін айттың? Так, сейчас. Ибн Зайд. У меня тикток. Да, 1 минут. У меня тикток просто один телефон. И я не хочу отсюда, чтобы выкинулся. 2.75. Давай, Вот, Дарын. Ибн Касир даш. Аха, ашып отыр. 2.75. Иә. Бірге оқиық па, сен оқисың ба? Ибн Зайд сказал относительно ма? Так. Я, дұрыс. Вот. Сен қызықсың. Тора, Тәуратты, Алланың сөзін өзгертуге болмайтын Тораны, Тәуратты, олар басқаша түсіндіреді деп отыр. Ол жерде неспослание болған
писанияны өзгертеді деп тұрған жоқ. Басқаша түсіндіреді дейді. Мына қара, дело я в ней запретное, а запретное дозволенным, а праведное ложным, а ложное праведным деп тұр. То есть ты имеешь в виду... Дело я в ней ешқандай- деп тұр. Хорошо. Тәпсірін Ты солай имеешь в- түсіндіреді деп отыр. Хорошо, хорошо. Ты имеешь в виду, значит, здесь они не исказили Торан, просто взяли, переставили с места. Өздері от себя добавили, да, получается? Қарасаш, до конца оқыш осыны. Если праведник приходит к ним со взяткой, оқыш до конца, өзің миың жарылады ана жерде. Жоқ деймін. Давай до конца Еще оқы. раз. Қорықпа, дарын, оқы до конца. До конца оқы. Қорықпады. Оқы до конца. Қазір оқимын, уайымдамашы, тоқта. Если деп басылады. Менде компьютер жоқ алдым да, тоқта. Мен бір телефонмен істеп отырмын бәрін. Очень аккуратно істеп отырмын да, чтобы TikTok менен шығып кетпеу үшін. Повторяю. Сейчас. Мені главныйға шығарасыңдар ма? Мен қазір сендерге көрсетіп беремін 2.79-да. Главныйға шығарыңдаршы мені. Дарын, оқи салсаш, неге қиналып қалдың? Үй, тоқташ, мен ашып жатырмын ғой, брат. Жаңа ғана ашылып тұрған еді ғой, Ибн Сайдты оқып Жоқ, отыр. мен Ашамай қалғаны қалай кетті? Жоқ. Тоқтасаш, мен 4-15 туж ашып қойғам ғой келесіге. Сен потом қайт дедің артқа. Енді күте тұрсаш. Да, блин. Кім, Сура. брат, 2.79-да Вот, аштым, всё, ашылды. Кім, өмір? Себебі бар. Өмір, тұра тұршы Ау. өтініш. Біз оқып отырмыз ғой, как раз соның себебі жазылған тәпсірді. Вот. Теперь мен оқып отырмын. Вот, Дарын, ашты. давай. Ибн оқы. Вахб передал. Мен оқып отырмын, Да. ты следи. Давай. Хорошо. Ибн Вахб передал, что Ибн Зейд прокомментировал дейді. Слышали слово Аллаха? Я Аллахтың сөзін естіді. Судья қайда, судья. Мен оқып отырмын ғой. И сознательно исказили его деп тұр. То есть исказили Тору деп тұр. Прям прямым текстом жазып тұрмын, мына жерде. Қоя Которым не салшы. спасал Аллах. Ой, мен камераға қосайын. Ашаға немен? Давай мен де камерамды енді- ашып көрсетейін осы жерде. Ардақ, Я мен қоса- бір қош- аяқ- Сен одан кейінгі сөйлемді неге оқымай отырсың, Дарын? Қадалып қалатыныңды неге түсініп отырып оқымай отырсың? Давай до конца, до конца оқимын. Оқыш енді. Хорошо. Оқыш. Слышали слово... Ибн Если Вахб праведник, передал. если деген Ага. келесі сөйлемін оқысаш, Если же кто-то не предложил им подкупа, то они судили его справедливо, не в его пользу деп тұр. что там? Аша, Тұра, көрсетші бәріне. До конца оқы, до конца оқы. Буду, все. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, придав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. А мен Неужели оқып вы не берейін. образумитесь? Мен оқып берейін. Жоқ, сен ашып көрсетші, чтобы мен көретіндей. Давай. Если праведник. Все. Қазір тұра тұр. Мен өлкейте Аша сал. ғой. Мгм. Хорошо? Если, сен оқымай отырған, если праведник приходит к ним со взяткой, они выносят ему книгу Божию. Андағы не? Міне, книгу Божию. Жоқ, мынау, подожди, что ты открыл? Это вообще что за презентация? Құрандашы, Құран онлайнға кірші просто. Ей, қоя тұршы, давай қашпа. Не, До конца Ну, оқи ребята, салайықшы вот- енді, қараш кішкентай ғана текст, қараш. Это оқи қойшы, Если же неправедник приходит к ним с взяткой, Мгм. они выносят ему эту книгу, и он праведный. Көрдің ба? И он Олар праведный. кітаптарын Хорошо, анда даже өзгертпеген, тәпсірлеп анде- береді дейді. брат осы жерде тоқтай аласың ба? Ренжімесең. Иә. 1 минут. Вот қара. Ты мне показываешь непонятный текст. Там даже неправильно написали книгу, и он праведен. Праведен деген сөз де жоқ. Ну, Поэтому солай что за аударып отыр, непонятка? потому что Праведен мынау негізі деп арабша ғой. жазу керек қой. мынау негізі арабша ғой. Открой Құран онлайн. Әй, Открой көке, Құран онлайн. неге мынаны Жақсы. енді оқығың келмей отыр? И Айтшы. оқып отырмын деймін. Ибн Зейд сказал. Қандай адамсың? Көрсетші. Тұра тұр. Осы жерде, давай екеуміз де. Да ты бір- неправильно перевод читаешь сейчас мне. Әй, көке. Серьезно тебе говорю. Сен ары қарай оқымай қойдың. Мен саған оқып берейін дедім, оқып бердім. Бұл жерде кітаптың өзі дұрыс екен, праведный екен түсініп отыр. Қай жерде? Не тартып отырсың? Ешбір, даже бар ғой, ислам бойынша иджма бар. Мен саған сол иджманы тауып бере аламын. Что мына алдыңғы кітаптар өзгермегенін, Жоқ. кейінгілердің ғана айтқанын. Тоқташ, енді бич Құран онлайн. Мойындамайсың да. Мойындамайсың да. братан. Құран онлайнды аша қойшы. Сен өзің ашып отырған Құран онлайнды көрсетші, что-то мен нетіп отырмын сен. Жоқ, Құран онлайнды Мәнді алып ашасаш енді ақыр қосып тұр ғой трансляцияны. Жоқ қойдым. Сен көрсетіп берші енді. Үй, менде телефон ғой, мен, бірақ у меня нету компьютера перед собой сейчас, я не на работе.
Хорошо, қазір көрсетем. Ашасашы. Міне, мынау ма? Иә, көрінбей тұр, анда кішкентай экран болып тұр. Қазір үлкейтеді. Сабыр. Жоқ, әлгі главный экранға шығарып салса жақсы болады. Иә. Вот енді. Ибн Касир. Иә, енді вот Ибн Уахб дегеннен бастап оқыш, Ибн Уахб деп тұрады. Так. Ибн Уахб передал, что Ибн Зайд прокомментировал. Слышали, слово Аллаха и сознательно исказили его. То есть они исказили Тору, которую им не спаслал Аллах. Вот. Исказили Тору, которую им не спасал Аллах, дейді. Запретили законы и узаконили запретные, дейді. То есть Тораны исказить етті тастаған ғой бұлар? Тораны исказить етпейді бұл жерде, блин. Тораны Хорошо. исказить етіп тәпсірлейді олар, түсіндіреді. Анау кімге қатысты болып отыр ғой? Олардың ақша күнем, пайда күнемдігін түсіндіріп отыр емес па? Қай жерде тұр? Мынау жаңа ғана текстін көрсеттім ғой, мына оқиға қараш. Міне тұр ғой алдында текст. Міне, қараш. Если праведник приходит к ним со взяткой, они выносят ему книгу Божью. Если же неправедник приходит к ним со взяткой, хорошо, они выносят ему эту книгу, и он праведен. А если кто-то приходит К ним с просьбой о чем-то, в чем нет ни права, ни взятки, ничего-либо еще, они повелевают ему поступать праведно. То есть, қалай олар өзінің торасын исказит етіп тастаса, мәтінді ше, кітаптағы, онда олар қалай праведный жасайды? И сен Құрандағы Алланың сөзін ешкім өзгертемайды деген аятты қайда қоясың? Дарын? Енді үстіндегін қараш, Катада сказал дегенді оқыш. Катада сказал относительно стиха евреям, которые слышали Слово Божье, а затем искажали его, поняв и усвоив. Те, кто искажает его, те, кто скрывает его. Искажать это тәпсірлеп отыр вот именно. Не только скрывают, они исказили текст, понимаешь, сам. Айтып тұрған мне Катада. Не искать, блин, мынау қызық екенсің ғой сен. Бұлар тәпсірлеуін айтып отыр. Ол қалай онда праведный болып шығады, егер дұрыс әділін шығарады, егер ешқандай да мүдде болмаса, пара болмаса. Потому что калям Аллаха, она не искажена, само слово. О, хорошо, молодец, Дан, красавчик. Текст исказился. Дан, сен мені жеңдің боласың қазір, тоқта, окей? При одном условии, окей? Онда сен былай жаса. Қай аятта еді, қазір мен саған бір аятты тауып берем. Тоқта, Дарын, мені тыңдап алсашы бірінші. Сен өтірік Дарын демесің. Сөзге таласпаш, мен аяқтайын, сосын сен. Қара, онда сен жеңесің, условно жеңесің, потому что условно деген себебім, менің бір условиям бар. Сен Құдайды жұртты әдейі адастырды деп айтып барып. Окей? Ничего себе сен. Окей? Какой ты хитрый. Ну, потому что аят бар ғой. Қазір айтып берем саған мағынасын. Мағынасын айтып берем. Мағынасы былай. Күмәнданушылардан болма дейді Мұхаммедке, күмәндансаң, саған дейінгі кітап түскендерден сұра дейді. Демек, ол жалған кітаптарға сүйен, сілтеме жаса деп тұр демек. Почему теперь? Құдайды? Жақсы сен сөйле енді. Потому что он не полностью искажен деп отырмын ғой. Часть что-то осталось, а часть все. То есть нельзя верить. Потому что хадис бар, пайғамбарға келеді де айтады, пайғамбар Торасын кеудесіне ұстайды, прям Тәуратта айтады, сүйеді даже, и айтады, мынау Аллахтан дейді. Сосын, бірақ ішінде, короче, қай хадис, нужно сейчас найти оны. Мені про упоминание. Он да тебя опровергает, понимаешь, Дарын? Он да тебя опровергает. Как это меня опровергает? Что за чушь? В смысле? Ол жерде нақты айтып тұр ғой. Сенің аятың нақты айтып тұр ғой, что ол изначально Алланың сөзі деп тұр саған. Алланың сөзін өзгертуге болмайды дегенге қатысты не айтасың? Аллахтың сөзі өзгермейді. Калям Аллаха не меняется. Да, давай. Калям Аллаха дегенді ал кеп бер тәпсірінен. Калям, вот қара теперь ақылды. Біз сенің екі 75-іңді астырға аштық и көрдік, что все-таки Тура исказилась. Тәпсірін айтып отыр. Они искажают смысл, потому что оларға ақша керек болған. Олар кітапты көрсетпейді, түсіндіре салады. Біреулер ақша беріп тұрса, өтірік түсіндіре салады деп тұр тәпсірін. Соны осуждают в Коране. Но не осуждают само Писание, понимаешь? Хорошо, исказили Тору деп тұр ғой, братан. Таврат. Енді сен
менің деген сөзімді кітап қой. исказет етіп тұрсаң, сен мені исказет етіп тұрсың ба, менің сөзімді исказет етіп тұрсың ба? Қате түсіндіріп тұрсың ғой сен оған. А кітап Жоқ, праведный жоқ. болып тұр ол жерде. Хорошо, бить онда. Так, ладно. Без сундук. У меня нет желания что-то доказывать. Я, главное, показал, а ты можешь это принять или нет, брат. Понимаешь? Я не могу тебя переубедить. Я сам просто это все прочитал, и без коротко, что там текст был изменен. И, да, естественно, конечно, они смысл тоже меняли за небольшую плату. Это не противоречит первому. Да, По-любому. давай тауып кел, философияңды қоспа. Хочешь, Давай философию тауып кел. не сходу? Не, давай Лучше, қызық. без он Сол- только аж. Это не противоречит Аш. дегеніңді тауып кел. Қай ғалым айтқан, қай Ана хадис, текстті қай тұр ғой. муфассир, мұштахид айтқан, давай. Зачем мен оны іздеймін жаңағы без... Да, дәлел 270-те сұраса, тұр ғой. зачем мен іздеймін? Это что за разговор? Енді дәлелің 270-те тұр ғой, 270-те. 270-те тұр. Хорошо, бейтші, 514-ті жіберіңізші келесі. Жесть. 514. Жестсің ғой. Қалай қашып отырсың, а? Мен қашып отырған жоқ па? Сен ғой бұрмалап отырған. Алланың несін, писаниясын ешкім өзгерте алмайды деп тұрса, бұлар өзгерте алады, бәлен түген деп. Неге өйтесіңдер? Ақылтай, давай, я с тобой серьезно разговариваю. Вот смотри, Алланың сөзін, естественно, ешкім өзгерте алмайды. Естественно, никто. Но здесь говорится, что не Аллахтың сөзі емес. Сен мысалы маған Ақылтай бірдеңке айттың да, определенный бір терминдар, и мен бұған сенемін да, и айтамын, Ақылтай дұрыс айтады. Біз оның сөзін ешкім өзгертпейді. Но сенің айтқанды жазып алып, люди могут исказить. Это есть вспомогательные тексттер, люди могут исказить. Про писание ничего нет там. Тора деп тұр ғой, исказили тексты. Текст, вот хорошо, сейчас, минуточку. Ой, так, сейчас, бір минут. Мына жерде нақты жазылып тұр. Ион праведно, праведный кітап деп тұр. Эту книгу Ион праведный деп саған тәпсір айтылып тұр. Не керек саған басқа қандай дәлел керек сағандар? Книга праведная. Мен дәлел Но анық егер тұр біреу ғой. парамен келсе, бір чиновник парамен келсе, оған басқаша тәпсірлеп түсіндіре салады деп тұр. Что там, Дарын? Мен саған бит жіберейінші, бір камерамды қосайын да, түрімді көрсетпей қояйын случайно. Я нашел второй телефон. К твоему сожалению, я нашел, тауып алдым. Так, бір минут. Жаңа сен тәпсірінді аштық біз. Ибн Зейд сказал дегенді. Вот қара. Көріп тұр ма? Вот Ибн Зейд сказал, фраза «они слышали слово Аллаха» дейді. Аллахтың сөзін естіді деген сөз, иә? Мен мына жерден көріп тұрсың ба отсюда? Таврат, и затем изменили его деп тұр ғой. Не оқып отырсың? Тафсир Ибн Касир деп тұрсың. Қайдан оқып отырсың мынаны? Тафсир Ибн Касир, Бидая ва Нихая. Книга Ибн Касира. Теперь смотри. Кәдімгі не кітап па? Анандай. Қалай? Ибн Касирдің вырезкасы. Смотри, Абу Алия неме дейді? Абу Алия деген мен түсінем сендердің құдайларың Ибн Касир екенін. Мен түсінем. Мен саған бірақ Құранның аятын Ибн Касирдің өз сөзін әкеп тұрмын. Өз сөзін Құран КСУ Еду сайтына кірде, осыны аударып ал. Хорошо. Қара енді. Ибн Касир бізге құдай емес, бұл тәпсірлеуші, ол беймағына береді. Абу Алия сказал, они взяли и изменили смысл неспосланного Аллаха деп отыр ғой. Смысл деп тұр ғой ана жерде. Өзің оқып бердің ғой Ақылтайдың айтып отырған. Өзіңе аргумент қарсы келтіріп тұрсың да, еще. Маған айтып отырсың да, дәлел әкелдім деп. Ну, изменили же смысл. Вспомогательный текст. Бақара сүресін дұрыстап оқисың ба, может сен? Дарын? Ну, дұрыстап оқыдық жаңа бекіз бірге оқи қойшы кәніке. Оқи қойшы кәні. Жұрт, мына 192 адам тыңдасын. Оқыш қайтадан. Оқиым қайтадан. Так, бір минут. Так, сура 275. Сура 2.75. Смысл деп тұрсың. Сен айтып отырған сөзіңді өз оқып беремін. Вот. Теперь я читаю. Ибн Вахб передал. Можешь проверять меня. Құранды оқы десе, блин, не деген адамсың сен?
Мен тәпсірді оқып отырмын ғой. Неге Құранды оқымайсың? Аятты неге Сен оқымайсың? енді сен енді тәпсірден қашып отырсың ба? Қалай не оқиды? Оқы, аятты оқы. Алаяқтыққа салма. В смысле алаяқтыққа? Сен жаңа ғана тәпсірді оқып отырдың, теперь тәпсірді оқымай ақ қойшы деп отырсың. Неге аятты оқығың келмей отыр, айтшы. мұсылман Хорошо, отырып бірінші алып аятты оқиын. ақылды Хорошо. мұсылман бірінші отырып алып аятты оқыма тәпсірге қаш деп Оқымайды ғой. Емес пе? Ем-ау, вообще в шоке. Мне не интересно, қызықты емес сендердің вот эти ехидные смехи. Мен истину несу. Хақ. То есть истина айтып жатырмын. Можете не смеяться. Вот қара. Хорошо. Мен саған уступкаға барам и бірінші аят оқимын, потом обязательно тәфсир оқимын. Потому что Құран просто так оқылмайды бізде. Это неправильная методология болады. Просто Құран оқып отырмын. Бірінші Құранның аятын Мына- оқы, сосын тәпсірін Юни- оқисың, окей? Давай. Да, хорошо. Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл? Енді Теперь читаю. Ибн Касир. теперь деп кетіп бара жатыр ғой, блин. Бақара сүресінің 44-ші аятын оқисаңшы осыған қатысты. То, что енді ауыстырмасай басқа. 2.44. Жоқ, осыған қатысты, ауыстырып отырғаным жоқ. Мен Осыған бағана, қатысты. осыған қатысты мен бағана 4.15 оқитын де жоқ дедің ғой. Жоқ, ол Тоқтатсаң мына жерге. басқа оқиға ғой ол. Мынау Жоқ, осы осыған аятқа қатысты. қатысты, осы аяттың тәпсірінде тұр. даже. Тоқташ. Иә, мен тәпсірін оқып алайыншы. Все-таки. Позволишь? Елки-палки. Жақсы оқи сал. Хорошо, хорошо. Теперь, тәпсір маған керегі жоқ, Құран ғана керек дейсің. Во-первых, тәпсір это объяснение, беймағынасын береді бізге. Құран просто так оқылмайды. Хадис тоже просто так оқылмайды контекстен. Хадис всегда шархпен оқылады. Ой, давай уже, білеміз оны. Теперь читай Ибн Касира. Успокойся, все хорошо. Не, просто сен ана слава блогермен Ибн- айналысып отырсың да? Не, ну, хорошо. Ибн Вахб передает, что Ибн Зейд прокомментировал слова, которые сказано, слышали слово Аллаха, сознательно исказили его, то есть они исказили Тору, Тора деген не кітап бұл, Мгм. которую им не спасал Аллах, тем, что они запретили и узаконили запретное, назвали истиной ложь, а ложь назвали истиной. Когда человек приносит им взятку, просит рассудить его по праву, они судили его не по праву. Когда кто-либо просил рассудить его в его пользу, предлагая им взятку, они решали тяжбу в его пользу. Если же кто-то не предложит им подкупа, они судили его справедливо, не в его пользу. Вот почему Всевышний Аллах им говорит, вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя. Ведь вы же читаете Писание, неужели вы не образумитесь? Өзгерді мораль? Мораль? Ой, мораль не... Причем ой, тут мораль? Жоқ, текст өзгерді ма? Че ты издеваешься? Зачем Саған ты смеешься? дарын, Ага. саған тәпсирологтарың да айтып тұр, тәпсіршілерің айтып тұр. Ей, ол мағынасын Ага. өзгертіп жатыр деп айтып тұр да. Тора деп Потому тұр, что Тора. мысалын, оқиғасын айтып беріп тұрмын ғой мен саған. Оларға парамен әділ адам келсе, оған Алланың кітабын шығарып береді де, оны дұрыс деп табады. Ал егер оларға парамен бұзақы келсе дейді, сол кітапты соған да шығарып береді, оны да дұрыс деп таниды деп тұр. Сол кітап, бір кітапты айтып тұр, бір кітап қана бар. Никогда өзгермеген. Онда 4-ші ғасырға Никейский собордағы христиандардың не кітабын ал, олар жоққа шығармайтын. Оған дейінгі псалман ал, псалтырды ал, бәрін ал, айтты. Онда Құдай неге саған дейін кітап түскендерден күмәнданса барып сұра деп айтады деп айт. Суфистік емес, сені нақты тупикке тіреп тұрған аяттар ғой бұл. Жоқ, хорошо, Ақылтай, онда мен саған бүйтем. Онда Хорошо, ложный мен тағы да өзгеріп саған кеткен уступкаға кітапқа, тұра, өзгеріп кеткен кітапқа Алла неге пайғамбарды жіберіп тұр? Давай. Пайғамбар Всё, неге анда- өзгеріп кеткен хорошо. кітапты сені жіберген Алламен ант етем деп па, бір кеудесін ала ма, қолмен ұстайды. Сүйет еще сүйет. Иә. Өзгеріп кеткенді сүйіп жатыр да? Қызықсын. Частично. Вот хорошо, мен саған тағы да Қазір сенің қашатын бір ситуацияң ғана қалды. Дарын, сен бір ғана нұсқан қалды. Сен бүйтіп айтасың енді, қара, тыңда. Истерикаға көшпе. Сен бір ғана ситуация, сен бүйтесің қазір. Ой, ол жерде мен кітаптың өзіне қолымды қойып сүйдім, ішіндегісіне мен жауап бермейін деген мағынада айтқан деп айтасың қазір. Жоқ, өйтіп айтпаймын. Басқа жолың жоқ онда, Дарын.
қой. Қара, мен саған қазір навстречу барам даже. Хорошо, сен тәпсір кері жоқ, бәрін лақтырса, анау бер жоқ, хорошо. Мен сен под твои условия вообще хожу, понимаешь ты? И мен еще раз саған навстречу барам дейді. Хорошо, жарайды. Ты мне говоришь, прямым текстом нужно жазып тұру керек, что текст өзгерген. Хорошо, сура 2:79. Горе тем, которые пишут Писание своими руками, Ага. а потом говорят это от Аллаха. Сура Бақар 70 ayet. Руками пишут текст. 2:79 ба? 2:79 ба? Қазір ашамын. 2:79. Аша ғой. Мгм. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Ей, болды енді. Не әндетіп кеткен емес, дарын. Не, енді пока іздегенше мен Мен оқып алайын да, енді оқып алайын да. оқи ғой. Вот, блин, тәпсірін оқысашы, мен оқып берейін қазір саған тәпсірін осыны. 2:79 Давай. бүйтеді. Аллах сказал, горе тем, которые пишут Писание. Мен өлкетесің бе? Мен просто көрсетіп тұрып оқымасам бұларға что-то. Вообще бар ғой бұлар ше. Ема, қандай алаяқтыққа салынасыңдар? Қара, мынау 2:79 қара. 2:79 дұрыс па? Енді қара. Ибн Катир. Дұрыс қой. Енді қара. Дұрыс. Аллах сказал, дейді. Міне арабшасы. Горе тем, которые пишут Писание собственными руками. А Вот затем, Писание. а затем говорят, это от Аллаха, чтобы купить за это ничтожную цену. Это другая категория иудеев, которая призывала к заблуждению и возносила ложь на Аллаха, тем самым неправедно наживаясь на имуществе людей. Көрдің ба? Көрдің ба? Нет, а в чем аргумент ни в чем? Другая, Тоже которая елемес қой арамдару. Соларды айтып тұрса, сен общий иудейлерді айтып тұрсың, общий тәуратты айтып тұрсың. Ол тәуратты, наоборот, исказить етілмегенін дәлелдеп тұр бұл жерде. Другая иудея, категория иудеев, которая призывала к заблуждению и возносила ложь на Аллаха деп тұр. Негізгі нені Тораны айтып тұрған жоқ. Хорошо. Қандай адамсың? Хорошо. Ну ты Давай. смотри, теперь логически подумай. Даже если допустить, что это была другая группа, да, мы допускаем. Если ты не соглашаешься, Аля. Ты не допускаешь Тоқта. еще Ибн Касирмен келіспейсің ба? Хорошо. Не деген алаяқтық? Жоқ. Мен айтып алайыншы өзі, пожалуйста, сен қайта меня Ладно, оскорбить етесің. Алаяқ анау мынау. Өйтпей қойшы. Қара, даже если допустить это, что какая-то другая группа изменила, то что из этого выходит? Что ущерб уже доказан только что твоим аятом. Что делала часть иудеев? Не стидола. Была ли Тора защищена Богом? Не была, значит. Они писали ложное писание, хоть и другой иудей был сюда. Значит, текстовая чистота уже нарушена, понимаешь? И Коран не говорит, что Аллах это предотвратил. Аллах тоқтатқан жоқ ол искажение. В итоге все-таки исказилась она. Понимаешь? Если Бұл вы жерде- святуете. Бұл жерде сен Сел, окей сел. деп келістің. Қара, Жедің ба? жедің ба? Давай түсіндірейін. Енді маған Давай, сөз бер. давай. Микрофоныңды жап. Енді қара. Хорошо. Енді қара, сен айтып отырсың, бұл жерде другая категория иудеев деп, мен де қазір Құранды бірдеңе деп, өтірік Құранның аяты деп біреуге берсем, онда Құранда исказация етіледі деп келісесің мен. Ехала, давай. Мен саған сосын Құранның копиясын тауып берем, ішінде сөздері басқа екенін. Давай ма, келісесің ба, Дарын? Немене Өзіңді сөйтіп тупикке тақа давай. Айтып жіберші, мен сені түсінбедім. Кешірші, тағы бір рет айтып жіберші. Дарын, тыңдашы, пожалуйста. Сен менімен айтып отырсың ғой. Былай, сен келістің, что? Ойбай, бұл жерде другая категория иудеев деп, если даже допустим деп, өзің қуып отырсың. Если допустим деп айтып отырып, сен қазір өзі жеңілгенді айтып отырсың да, потому что егер допускать етсе, басқа кітап болса, онда ол өзгереді. Құдайдың сөзі өзгереді деген шешімге келсең, сен қазір Құранның аяттарын теріс деген тағы бір писаниялар болса, өтірік писаниялар, онда Құранда писания ретінде өзі негізгі Құран өзгерді деп айтуыңа тура кеп қалады. Давай, Дарын, давай. Жауап берейін. Келіс, аха. Жоқ, мен жауап беремін, неге келіс керек? Біріншіден, сен мені логически ямаға түсірмекші болдың. Не, Дарын, давай. Либо келісесің, либо келіспейсің. Мен саған соңғы сұрақты бердім. Сен өзіңнің принципіңе өзіңді тақап тастадың. Жоқ, мен принциптен қашпаймын деп отырмын. Да, давай. Онда келсем деп айт. Жоқ, мен жауап берейінші, пожалуйста.
принциптен қашпайды, бірақ келіспейді. Принциптен Это чё такое? қашпаймын. Жоқ, принциптен қашпаймын. Иудейлардың часть изменили, значит, Тора все-таки исказилась. Мен ол принциптен қашып отырған жоқпын. Значит, если какая-то часть искажает, в итоге весь Торат не защищен. Мен оны келістім. Все, сен мені осы жерден ұстадың. Согласен? Теперь, осы жерден ұстада мені жібермей тұр енді. Дұрыстап, вот так схвати меня и не отпускай. Теперь, ты пытался меня вот так вот схватить и логически я лақтырмақшы болдым, но не получится, потому что в отличие от Торадан қарағанда, даже если Құранды левый кісілер жазса да өз ойынан, 15 сура 9 аятта Аллах айтады, мы не спасали напоминание, то есть Құран, и мы будем его оберегать. То есть Аллах сам говорит, мен Құранды даже біреу атынан жазса да не істесе де, я буду его оберегать деп отыр. А Торада ондай сөздер жоқ. Там Аллах про деп Құран Құранды ничего не защищает. писано, алло. Там про Писание Что значит, говорится, что значит? общее. В смысле? Жоқ, бұл Там про темадан Құран не Открой, написано, там про Писание говорится, Дарын. Ақылтай, Ты сейчас қашып отырсың. Открой темадан 15 қашып сура 9 отыр. аят. Иә, темадан қашып отыр. Темадан Принципке Жоқ, до конца жігіттер. тұр, Дарын. Мен саған қазір бір Находа. аятты әкеліп берем, искаженный аятты алып келем, и сен келісесің, что мұсылмандар, ана иудейлер сияқты, негізгі өзінің Құранын өзгертті дегенге келісесің. Давай. Жаным ау, тоқташы, мен қашып отырған жоқпын өз принципінен. Мен қайталап отырмын. Біреу Тораны өзгертті. И даже если левый иудейлер өзгертсе, это уже значит Тора Аллах не защищена в принципе до нашей эпохи деп отырмын. Бірақ Құран 15-9 аятта айтады, мы это не спасали напоминание, и мы будем его оберегать. Это Аллах взял ответственность за защиту Құрана, даже біреу өзгертсе де, понимаешь? в чем Келісем. разница? Келісем. Ну, всё? Ну, Келісем. Иә. келісе Енді ғой, келіссеш келісе енді сен Құранның қате аяттары, өзгерген аяттары болса, давай истерикаға салынба, Дарын. Өз принципінде до конца тұр енді, Дарын. Давай. Ага. Қазір- Жауап бердің ғой. Қазір Ага. өзгертілген Құран аяты Мгм. болса, онда мұсылмандар Құранды өзгертіп алған деп санайсың, дұрыс па? Санамаймын, потому что Тораны Құдай защищать еткен жоқ. Принциптен Жоқ. қашып отырсың. Құдай ау, не істейміз? Хорошо, потому что Ничего Тораны себе. Құдай... Потому что Тораны Құдай защищать етем деген жоқ. А Құранды Алла Тағала защищать етем деді. Тура, воистину мы не спасали напоминания, и мы его оберегаем, дейді. Тору он не оберегает, а Құран он оберегает. В этом их разница. Түсінесің бе? Так что сен 1000 Құран жазсаң да, кәдімгі Аль-Фурқан он неизменен. Потому что его Қай Аллах аяттан ответственен. Иә, ол чтобы его сенің защищать. сенімің ғой. Ол сен сеніміңді маған Ол неге мен аргумент сенемін, қылып ол отырсың, Құран Дарын? ғой. Ол Дарын. Құран ғой. Сеніміңді Ал аргумент енді сен қылма. қашсың енді. Ол өте әлсіз нәрсе. Принциптен қашпа. Егер Енді мен сен қазір қашып- бір аятты алып келсем, және ол қате аят ложный болса, онда мұсылмандар Құранды өзгертіп алған деп айтуыңа тура келіп қалады. Неправильно, некорректно, потому что сен айтасың, ол сенің сенімін деп осы енді маған. Так сен мен сенімімді қазір мына жерде критиковать етіп отырсың ғой. Менің Жоқ, сенімді кітабым- вообще кітабымды сенімді анализировать критиковать етіп- етіп отырған жоқпыз. Тоқташы, жоқ. Сен менің Құраныма, да, мои методологические пояснения Құрана, ты сейчас критично мыслишь, анализируешь. Так ты, если берешь анализировать мое писание, мен Құранда, Мгм. будь добр, следуй до конца, следуй тому, что там написано, различие между Торой и Құраном. Зачем ты так делаешь? Дұрыс емес қой бұл? Қараш, екеуміз Құрандағы тәпсірлерді ғана алып, допускать етіп, что ол ақиқат деп допускать етіп отырмыз да. Сен енді келіп, мен анаған сенем ғой, сен неге оған сенбейсің Сен дегендей қадалдың ғой, аргумент братан. айтып Просто отырсың да. признай. Жоқ, признай, сен Ладно, қадалдың. ладно, өзің біл, Дарын. Мен сені тупикке тіредім деп Қашпай қой. ойлаймын. осы жерде. Жоқ, сен Принципіңнен қадалдың осы қаштың. жерде. Принциптен Қара, қашып еще раз. кеттің. Сколько тебе лет, брат? 89-го. 89-го года. Ты старше меня там на 5 лет. Смотри, ты сейчас понимаешь, что ты в своем принципе сам поймался өзің қадалдың. Да, қалай, Сен маған қалай? айттың. Қалай? Мен ұстанған принципімнен сен өзің қадалдың, мені қадаған жоқсың. Почему? Повторяю. Тораны сен айттың. Никто не исказил дедім ең басты. Мен айттым, Да. жоқ, исказить етті дедім. Сен айттың, жоқ, только смыслды ғана исказить етті дедім. Так, Мен тұра айттым, жоқ. тұр. Дарын, енді жауап бер. Да, давай, Бір зачем ты категория бөлесің? иудейлер, мына тәпсір бойынша, бір категория иудейлер өзінше Мгм. бір жерлерін өзгертіп жазып алса, ол Тора, негізгі Тора исказить етілді деген сөз ба, жоқ па? Конечно, я же тебе сказал же. Да, Если- да, еще да, раз, молодец, еще раз. молодец, Логически молодец. Енді осы логикаңды Ох. Құранға сал. Құранның исказить етілген иә. аяттарын көрсетсем, сен Ага. онда Құранды мұсылмандар исказить етіп алған деп айтуыңа тура келеді. Дұрыс Жоқ, па? нет, это метод Это идет другое, какой-то да? сейчас. Ладно, Нет, ладно. нет, нет. Өзің Можно біл, я тебе объясню? Дарын.
сен әдейі істеп отырсың ғой қашқақтап. Мен саған конкретно айтып отырмын ғой по принципу, по причинно-следственной связи. Смотри, причинно-следственная связь какая? Причина искажения, левые людей исказили. Мен сол принциптен қашып отырған жоқпын, еще раз, мен станып отырмын оны. Идеялар какая-то часть. Вот хорошо, ты сейчас меня не перебивай. Ең басында, екеуміздің әңгімеміз әуел басында сен айттың, Тора өзгермеген, только смысл ғана өзгерген, кітап өзгерген жоқ дедің. Мен саған Ибн Касирді аштым, сен келіспедің. Потом Ибн Касирді қабылдамаймын дедің. Потом мен саған басқа аят әкелдім, где написано своими руками написали юдей деп тұр. Потом сен айттың маған, о, басқа юдей бар дедің. Мен саған айтам, хорошо, басқа юдей болса да, значит, все-таки Тора не защищена, значит, все-таки она подвержена искажению, значит, эпохально она вся исказилась. Затем сен мен айтып отырсың, қадалдың дедің да маған. А если мен Құранды жазып тастаса, если біреулер Құранды то же самое жазып тастаса, значит, тоже Құранға сенуге болмайды дедің. Жоқ деп отырмын мен саған, потому что Торадан қарағанда Құран 15-ші сура 9-ші аятта жазып тұр. Аллах өзі айтады, я буду его оберегать и защищать деп отыр. В этом разница Құран мен Тораны, понимаешь? Себебі сен сенесің, да? Себебі сен сенесің соған, да? Нет. Қойшы болды, Дарын, не болып Это кетті метод. мынау? Ну, жарайды енді. Ну, это твои проблемы, если не понимаешь, меня с ними. Да, конечно. Сен принципе тұра алмайсың, почему-то менің проблемам бол. Қойшы болды, Дарын. Ай, қойшы, өзің қойшы, жарайды. Түн болды менде уже 2:34. Сен отырып бар ғой мен. Қойшы, Дарын, болды. Ренжімеші, не болды ренжіп сонша? Ешкім ренжіп отырған жоқ, сен ренжімей ақ қойшы. Өзің ғой ренжіп сөйлеп отырған. Енді сен маған өтірік жауап отырсың ғой. Сенімен сөйлесіп отқанша тым болып кетті, пәлен түгенді. Зачем такие слова, Дарын? Ну, в смысле? Ну, это серьезно же? Это же объективно же. Түн боқалды уже 2:34. Өз принципіңе өзің тұрмайсың ба до конца? Не үшін онда айтып Нет, отырсың как нет. құрсын? Мен өз принципімде до конца тұрдым и саған дәлелдедім. Причем здесь Да, это? конечно. Мен қазір- До конца тұрдың деп қояды. Блин, кім Сен лучше сенеді мына ана сөзіңе? қысқа Дарын, айтшы, кім сенеді? лучше- Кім сенеді в здравом Хорошо. уме мына сөзіңе? Принципіңе Хорошо, тұрмай қашқаныңды хорошо. көрдік бәріміз. Хорошо. След, который размышляет, у кого есть аналитический взгляд и критическое мышление, они видят, где правда и где логическая ошибка. Поэтому не беспокойся. Қара енді, ана қысқағын айт қой. Келесі эфир Сқағың деп, давай сен маған әңгіме айтпай ақ қой, хорошо? Хорошо, онда айта қойшы деп айтайын саған. Айта қойшы ысқаққа. Келесі жолы мен запрос жіберген кезде отклонный. А мен келістім ба сенің айта қойшы дегеніңе? Дарын. Қызықсың сен да адамды қалай? Жұмсағың келіп отыр ма? Жарты, айтсаң айт, айтпасаң айтпа. В чем проблема? Чего ты смеешься? Қызықсың ше. ты понял, Саған что нормальный ты аят поймал алып келдім бағана ше. Нормальный аят алып келдім. О 10 известных кормлениях. Аят о раджм. Сен солардың бәрін қабылдамай отырсың да. Вообще сен оқыған жоқсың, что ты сейчас выдумываешь? Смотри, сен маған конкретно... Хадис алып келейін ба? Хадис алып келейін ба? Тоқта. Сура Бақарадан біз екеуміз бастадық, 2:75-тен. Қайдағы аят раджм, неме айтып кеттің? Сен 44-ті оқымай кеттің айтпақшы. 44-ті оқымай кеттің. 44-ті оқи салшы. Жоқ, Дарын, сен де 44-ті оқи салшы, сенің екінші аятыңда да қарадық қой, басқа тема болса да ше. О темадан да, я думаю, что урыл. Извини, конечно, но сен енді просто өзің үшін ғой, сенің дінің ғой, сен сенімің ғой. Мен құрметтеймін, басқалар құрметтемесе де. Алхамдулилля, сенен қарағанда методологически ортодоксальный методпен исследуй. Сенен қарағанда. Да, конечно, да, я желаю тебе успехов в этом. Дарын, соны көрдің. 2:44-ті оқи салшы. Ты когда поймался. 2:44-ті оқи салшы просто. Ой, так. Бір минут. Өзің үшін да, қазір оқисың ба, потом оқисың ба, өзің білесің ғой жалпы. Жазып алайыншы мен өзіме. 2:44 просто. И чё? Оқышы енді. Вы забываете Писание, дейді. Ага. Осы ғой фундаментальный нәрсе. Неужели вы повелеваете людям благочестие, а сами забываете Писание, когда вы его читаете? Неужели вы не разумеете, деп тұр? 2:44. Ты мне обозначаешь слово «забывайте Писание». Значит, Писание бар, они просто забыли деп отырсың ба? Конечно. Хорошо, 2:75. Сен бастапқыда, тұра, Дарын. Мен не үшін айттым? Қараш, сен бастапқыда сол заманның адамдары жаттау мүмкіндігі көп болған деген сияқты айтып отырдың да?
Вот енді қадаласын қара. 2.44 ол бір контекст, забывает писание. 2.44 86-ға шейін единый блок, 86-шы сүреге шейін ол единый контекст. 2.75-те айтады, группа искажает слово Аллах деп тұр. 2.79-да пишут писание своими руками деп тұр бағанаға. А 2.44-те забывает Это писать. другая деп тұр. Ол категория бір идей, алло. Это же бір история, бір единый блок. Понимаешь? Бір Сен Құранмен, еврей, брат, екі үш еврей, ойнай алмайсың. екі үш еврей, басқа бір стихын, аятын, стих дейді ғой, қадалдың жаңасы. өзгертіп алса, ол бүкіл Қайтан қашып отырсың? еврейлердің торасын Қайтан қашып кеттің? өзгертті деген сөз емес, көрдіңдер? Сен жаңа жарайды, сен жаңа 2-4-тен Өзгертті деген сөз десең, қадаласың дарын. Бұл жерде ресми не емес қой, дарыншы, диспут емес қой. Егер ресми диспут болса, өтініш, ойбай өзгертті деп айтпа. Құрсын, ресми диспут жасағың келе ма? Ресми диспут жасағың келе ма? Сен уже қадалып отырсың ғой, не дейміз басқа? В смысле, сен қадалып отырсың ғой? Сен өзің тайып отырсың ғой. Ладно. Мен өз сөзімнен в любом случае, ренжиме, не принимай за личность. Я не хотел тебя как-то задеть, твою веру. У тебя тут участники сидят, да? Веру? Твои подписчики. Өзің сөйлеп Ну, отырған у тебя же атеистическая вера, смотри. Вера, твои да? подписчики, да, твои подписчики сейчас сидят, 190 людей, и просто видят, те, кто действительно непредвзято критически проследили наш диалог, они увидят, что у тебя были дыры. Поэтому я понимаю, что это неудобно саван. Я понимаю, что это не камильфо, но ренжиме саван. Хорошо? Ага. Енді. Ага. Где дыры, айта Енді кетші. сол? Указать это. Кто это сейчас вылез? Еще один чел. Еще один чел дейді. Хорошо, Сен кімнің хорошо. эфирінде отырған? Указываю. Давай. Я в ТикТоке особо не разбираюсь. Ну, честно. Вот. Мен в ТикТокты скачать алдым, ысқақтың эфиріне кіру үшін, случайно. И бір рет кірдім, после этого ысқақ қадалды да, енді қабылдамай жүрмін. Ладно, это ни к чему. Так. Болдың ба, қадалды дыры. дейді, қойшы дарын, өзіңді пихать етіп атсың уже. Маклауд саған, мынаны оқып беремін дейсің. Ладно, қайыр неме? Қайырлы түн. Жатыңдар, скоро келесі кездескенше. Давай, жақсы, кездескенше. Маклауд саған оқып берейінші, қараш. 2.44-те бүйтеді, бұл жаңа қай жағына қуып кеткенін сразу түсінесің мына жерде, қара. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь? То есть, осы жерде Құдай Әл-Бақара сүресінің 44-ші аятында ойбай өзгеріп кеткен Тәуратты оқыдыңдар ғой деп айтып отыр ма сонда? Мынау сұмдық қой мынау. Сонда Аллах говорит: о люди Писания, вы повелеваете людям совершать все виды благодеяний, в то время как сами их не совершаете, в то время как вы читаете книгу Тору, и вы знаете, что полагается тем людям, которые не исполняют повеление Аллаха. Сендер Тәуратты оқып отырсыңдар ғой дейді. Сендер ол жерде жаңағы жақсылық жасамағандардың қандай болатынын біліп отырсыңдар ғой дейді. Құдайдың өзі ана иудейлерге таңғалып отыр да, сендер өз писанияларыңды оқып отырсыңдар ғой әй деп отыр да, писаниясының растығын өз жерде дәлелдеп отырса, анау не деп қуып кетті қазір, айтыңдаршы. Оның жаңағы самый қатты қадалған жері двойной стандарт жасап, біреу Тораның жаңағы бір еврейлердің категориясы өтірік Тора жазбаса, өздері міне Тора деп, онда бүкіл Тора өзгеріп кеткен деп айтады да. Тура солай қазір мысалға Құран деп обложкасын жасадық, бір кітаптың ішіндегі Құранның біраз аяттарын жаздық та, өтірік аят Құран жазсақ, онда Құран өзгермеген дейді. Бұл же двойной стандарт да. До конца бармай қалды да, это другое деп қалды да. Двойной стандарт жасамай, онда Тора өзгермеген деп айту керек, либо қазір Құран өзгеріп кетуіне возможность бар деп айту керек. Хорошо, ведь вы же читаете Писание деп бас әріппен жазып тұр да. Иудейлерге Тора бойынша айтып тұр да. Құдайша. Не үшін айтып тұр онда? Неужели вы не образумитесь деп тұр да? Вообще қатырады бұл. Вы нарушили договор, который упомянут в моем Писании. Хорошо. Горе тем, кто пишут Писание собственными руками, а затем говорят это Аллаха. Бұл жерде вообще Тораны өзгерту жайлы емес, бұл басқандай Писанияны жазғандар жайлы айтып тұр ғой.
иә, еще бүкіл еврей емес еще ол. Мен просто да қайдан біліп отырмын бұны? Христианин Иоаннмен, отец Иоанн дейді өздері, бізге отец емес қой ешқандай. Кім? Аты кім еді? Қазір тауып айтып берейінші. Отец Иоанн против. Әл-Джаузи бар ғой? Әл-Джаузи. Вот сол екеуінің диспутын тыңдап алғам ғой. Капец, мына Әл-Джаузи қалай қашты дейсің ғой, Маклауд? Дәл осы темада Джаузи бүйтіп қашады. Если даже сенікі дұрыс болса да, дейді, прикинь, сөйтіп айтады. Сенікі дұрыс болса да, дейді, анау аргументтермен айырып тастаған кезде. Алланың мынандай аяты бар, дейді. Бұған дейінгі писаниялардың үкімі жойылады, дейді. Себебі мынау адамзатқа түскен дін деп айтады. Прикинь, типа үкімі жойылып тұр ғой, зачем дейді. А бірақ Құранда өйтіп айтылмаған да вообще. Өзгерді писаниялар деп. И вообще иджмасы бар да еще. Ибн Аббас айтқан, ең үлкен деген ойбай сұмдықтарының өзі айтқан да. Інжілде, Тәуратта ешқайсысы өзгермеген, Забурда өзгермеген. Бұлар не үшін өзгерді деп жүр? Кімдерін тыңдап алған? Просто кейінгілерін тыңдап алған да бұлар. Соларға сеніп қалған, и все тексермеген. Вот, күмәнданбау, сұрақ қоймау, осындай тупиктерге алып келеді. Ойлаш, мен просто солай сенем, потому что мына аятта былай деген нәрсе, это зачем ол? Бағанағы нәрсе бар ғой, ана Құранның, Тораның тәпсірін өзгертіп, ана өздеріне удобный, қай адам ақша берсе, соған удобныйлап өзгерте береді деген нәрсе бар ғой. Тура сол нәрсе қазір Құранмен де болып жатыр ғой. Саудовский Аравияның шейхтары писанияларды өзгертіп жатыр ғой. Тәпсірлері бәрін өздеріне удобный қылып. И вообще Саудовская Аравия корольдік режиммен басқарып отыр. Сәләфилердің өзі айтады. Оны сынағандарда сол елдегілерді түрмеге тоғытып отыр қазір. Сауд Аравиясының адамдарын. Биыл не деді ма? Көрдің бе жаңалықты? Рекорд бұзған дей ма? Смертный казньнен. 201 бәле адам деді ғой деме? 315 деді ғой. 315 па сондай, қателеспесем. Соның ішіндегі бәлем-бай, корольға қарсы не айтқан, критика айтқандар үшін. Қандай каналда дейсіңдер ма? Вопросы православия и ислам деп аталатын YouTube канал бар. Вопросы православия и ислам. Тура 2 сағаттық видео. Диспут. Говорит ли Коран о искаженности Торы и Евангелия? Джаузи Абу Усман против Иоанн Васильев. Видео солай аталады. Содан тыңдап алсаңыздар болады. Тамаша талдап береді. Екеуі де прям не деген білімді, мынау Әл-Джаузиіңде, мына Иоанн Васильевіңде мықты мыналар. Жаңағындай отырмайды, қашып, там принцип деп отырмайды. Бұлар келіседі бір-бірімен. Я, солай деп. Потому что анау былай айтқан, мынау былай айтқан. Да, ол жерде бір иджма бар, ол жақта бүйткен. Мен оны жоққа шығармаймын деп нақтысын айтады. Бір-біріне сөз беріп, күшті сөйлеседі. А мынау не бұл? Әшейін философиясын тығып отыр. Кім донат атқан? Басқа банктен. Мойындаңдар давай. Алғыс айтайын деп едім ғой. 340 дейді. Даже. Обновляет дейді, еще 340 дейді көтеріп тастаған. Вот новости шыққанда кейін. $120 деп еді ғой, 340-қа кетіп қалған ба? Бос үйлер көп болатын деген тема ғой. Сен Құранға сенбесең, оны неге әкелесің дейді. Онда вообще қабылдамасаңдаршы біздің аргумент. 2 сағат бұрын шыққан жаңалықты оқып отырмын да. Сол жерде 347 обновили деп жазып қойыпты. Обновил рекорд по количеству казней. Жыл бітпей жатып шығып кеткен ғой ана новости.
IBU ма жіберген сонда алғыс. Так, қандай диспут дейсің дейді, мен қайталап оқып жіберейін. Отец Иоанн Васильев. Иван ғой негізі, соны Иоанн деп, екі Н мен жазады ғой. Иоанн деп. Иоанн Васильев против Джаузи Абу Усман. Диспут. Говорит ли Коран о искаженности Торы и Евангелия? Көре алмай қалдық қой дейді. Осы Джаузи мен кімді көріңдер? Мынаның қадалған жері біреу ғана. Кім еді? Дарынның қадалған жері біреу ғана эфирге кіргені болды десеші. Маклеод, Кеш жарық, иә. қалайсың, брат? Жақсы аман сен. Ысқақ ағам қайда менің? 5-ші түсін көріп жатқан шығар. Ұйықтап отыр ма? Ұйықтап жатқан шығар, бағана кіріп шығып кетті дейді. Ол күшті көп адам жинап алсыңдар ғой. Ақылтайдың арқасы ғой. Молодец. Шабын. Бағана Сайкүй кіріп отырды ғой. Соны қайда деп сұрап отқаным ғой, брат. Қандай сұрақтар болып отыр? Сол баяғыма. Баяғы сұрақтар ғой сол. Құдай жоқ болса неге жоқ деген. Микрофонды өшіріп кішкене тыңдап отыра тұрайын, ә? Отыра бер, иә. Жабайық тұрадымыз, в принципе, жабылатын уақытқа жетіп қалдық. Ау, жабайын жатсыңдар ма? Мен сөйтіп отырмын, ақылдай ашпасам. Үш болды ғой сағат. Жаңа жылдарыңмен деш. Кстати, иә. 31 болыпты ғой. Жаңа жыл 12-ден кейін. Ассалаумалейкумдер. Уалейкум салам. Қалайсың, амансыңдар ма? Жақсы аман есен. Че там, не әңгіме болатын іште? Құдайдың бар екенін дәлелдей алмай жатырмыз мына авторға. Жақсы жаңалық қой. Қабылдамайды. Фактілердің бәрін алып келіп жатырмыз, қабылдамайды. Братан, сен құдай жоқ деп жүр едің ғой сен? Біліп қойдың ғой. Братан, сен жаңалық айтайын ба? Айтшы, журналистке жаңалық айтшы. Короче, атеистер мұсылмандықты қабылдап жатыр дейді ғой. Соны сеніп қалдың ба соған, сол айтқанға? Енді халық айтса халық етпейді дейді ғой. Мәш. Біріншіден андағың ескілік, уже жаңалық емес. Екіншіден өтірік қой. Енді бұрынғын тілмей өтірік қой көрсінші. Осы ана нелерді тексеріп көріңдерші. Ученый принял ислам деген информацияларға факт-чек жасап көріңдерші өздерің. Просто астында братан, мен сөз салыстырайын десем білімім жетпейді, сосын бір шетін қысып отырмын да. Ана ақылда есіңде бар ма? Кім еді осы ана әртүрлі атпен кіріп жүретін біреу бар ана тілімде ақау бар, анау деп. Сол бір 6 ученый алып келіп есіңде бар ма? Біреу математик, 5-еу фейк өмірде жоқ адам болып шығып еді ғой. Өтірік математик қой біреу, иә? То есть ғалым емес та. Иә, бір церковьта нететін, жұмыс істейтін біреу ма? В общем, христианстводан исламға ауысқан біреу ма? Сондай ханбали, иә. Точно не помню. Математик емес болып шықса, есепті жақсы есептейтін адам шығар деп па, бір жарып еді ғой, есіңде бар ма? Ертең сонда барлығымыз мұсылмандар болып жаңа жыл тойлаймыз ба? Тойлай бер, онда тұрған не бар? Не істейміз деген вопрос қой. Жаңа жылды тойлау исламнан шығара ма, интересно? Жоқ, енді қойып тұрған вопросым сондай қызық болып тұрды сондай. Көбісі осындай әңгіме айтады да, одан кейін бар жаңа жыл тойлайды, жаңа жылдарыңмен деп. Қызықты сол. Жаңа жылды тойлағанда просто сен ешкім андай бір қыспақ қалмайды ғой, сен жаңа жыл тойлайсың, әркім өзінің мнениесіне байланысты ол қарап отырсаң. Енді мнениең өзгеріп кетпесе, конечно, мнениеңе байланысты ол. Сен үйде жатып ұйықтап қалсаң, ешкім сені мұсылманмын деп
до конца не қыла берсең. Мен мұсылманмын, брат, мен мойындаймын. Мен де Просто мұсылманмын. имеется в виду там этот мұсылманмын деп жаңа жылды тойлап, одан кейін барып осындай эфирға кіріп, қалай құдай жоқ деген вопрос деген өздеріңе не волнует это или как? Жігіттер Мекке мен Медина ертең жаңа жылды тойлайды. Не айтасыңдар енді? анау Бен Салман Құдай ондай мелочный болмау керек қой. Сен жаңа жылды тойладың дейтін. Иә, ертең тойлайды бәрі. Жаңа Меккесі бар, Мединасы бар, Абу-Даби, ойы бәрі мойындады болды. Ертең тойлайды, ертең. Сосын? Жаңағы не фейерверк бәрін атады. Потом не ашты, магазин ашты. Типа не туристқа деп ашты. Бірақ оның арасында өзің сияқты не келе бересің ғой. Өзіміз ғой деп алып кете бересің деген сияқты ғой. Бәрін ашып қойды. Сен түсініксіз айттың. Уже тауықтарың, атештерің оянып отыр уже болды. Біз жатайық. В общем, сенің Меккеңде бәрі ашты. Аха, Соломонның өзі атештері оянып отыр. Болдыр жақсы. Жақсы, жабайық, эфирді жабайық.